Шарап ішкен сапырып сөйлейді дейді. Сапырып көп сөйлеп емес, дөп сөйлеп сіздерге шарап туралы пайдалы ақпарат беретін боламын. Бәріңізге ассалаумағалейкум. Сіздермен бірге мен Нұреке доктор. Арнама қош келдіңіздер. Шарап деп отқанымыз қызыл вино. Осыдан бас тартатын болсаңыз, сіздің денсаулығыңызда керемет 6 түрлі өзгеріс орын алады. Видео басталмас бұрын каналға жазылып, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Және де пікірге шабыт беретін сөздеріңізді аямай жазыңыздар. Сіздердің шабыттарыңыз арқасында мен келесі видеоға асыға қуана кірісетін боламын. Шарап ұзақ уақыт бойы жүрек жұмысын жақсартуға және ұзақ өмір сүруге өз септігін тигізеді деп келді. Алайда соңғы жылдары дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметі бойынша оның бәрі жалған ақпарат болып шықты. Тіпті 50 грамда, 100 грамда сіздің денсаулығыңыз үшін ешқандай да пайдасы жоқ. Халық арасында бар 50 грамм айына денсаулық үшін өте пайдалы деген. Ондай медицинада еш жерде ешқандай ақпарат жоқ. Сенбеңіздер. Қазір қайта статистикаға сүйенетін болсақ, 200-ден аса аурулар мен әртүрлі жарақаттар осы ішімдіктер мен алкогольді ішімдіктер мен шараптардың кесірінен болады екен. Асыға күтіп отқан боларсыздар. Шараптан бас тартудың денсаулыққа 6 түрлі пайдасы қандай деп, ендеше соған тоқталайық. Бірінші пайдасы артық салмақтан арылуға көмектеседі. Шараптан бас тартатын болсаңыз, бірте-бірте салмағыңызды азайтасыз. Себебі шараптың құрамында 115-125 калория бар. Ол сіздің тәбетіңізді аштырып, өмірге деген жігеріңізді жасытады. Осы тұрғыда ойлауы мүмкін, салмақ қоса алмай жүргендер салмақ жинау үшін шарап ішуім керек деп. Ол сіздің жай тәбетіңіз болмай жүрсе, асқа деген тәбетіңізді ашып қоймайды, қомағайлыққа алып келеді. Сондықтан шараптан бас тартыңыз. Екінші пайдасы, шараптан бас тартатын болсаңыз, бірнеше түрлі қатерлі ісіктердің алып келу қаупі азаяды. Себебі шарап бірінші топтағы канцероген болып табылады. Ол өз кезегінде қатерлі ісіктерге алып келеді. Егер қатерлі ісікке шалдыққыңыз келмесе, шарапты аузыңызға алмаңыз. Үшінші пайдасы, бауырдың жұмысын жақсартады. Себебі алкогольді ішімдіктер, осы шараптар ішкен кезде метаболизмдік қызметтің ең ауыр түрін осы бауырымыз атқарады. Көп ішетіндердің бауыр гепатиті, циррозы, сосын панкреатит болатыны осы алкогольді ішімдіктердің кесірінен. Төртінші пайдасы, ол сіздің жүрек жұмысын жақсартады. Жүректің насостық қызметі атқарады, жаңа қанды бүкіл денемен айналады. Сол кезде нагрузка түсірмей шарап ішпейтін болсаңыз. Жаңа бұға дейін жаңсақ түсінікпен шатастырмаңыздар. Жүрекке пайдалы деген ол қате ұғым. Бесінші пайдасы, түнгі ұйқыңыз тыныш болады. Осы алкогольді ішімдіктерден жалпы атаулыдан бас тартатын болсаңыз, сіздің ұйқыңыз мүлде тыныш, сергек тұрасыз азанда. Себебі көп ішетіндер, ұзақ уақыт салынып ішетіндердің ұйқысы бұзылады. Байқасаңыздар, өздеріңізде таныстарыңыз бар шығар арасында. Түнде ұйықтай алмай жүретіні сондықтан ішімдіктің кесірінен. Ең соңғы 6-шы пайдасы, ол сіздің қалтаңыз үшін маңызды. Яғни артық ақша шығын етпейді. Шарап ішпеу инфляциямен күресудің, табысыңыздың арттырудың бірден-бір кілті. Қадірлі тыңдарман, ден қойып соңына дейін тамашалағандарыңыз үшін үлкен алғыс білдіремін. Алдыңғы видеомда бір оқырман былай жазған екен, астың адалдығы, бастың амандығы деп өте керемет айтылған. Себебі мен дәрігер болсам да бірінші ауруларға, оның еміне кірмес бұрын бірінші дұрыс тамақтану туралы видеоларды көбірек шығаруға жөн деп шешкем. Сондықтан да сіздің денсаулығыңызға зиянды деген тағамдарды бірінші бір шолып өтемін де, одан кейін ауруларға тегерегіне кіріп, әртүрлі керемет кеңестермен қуантатын боламын.